Сәлем әлем, сіздермен бірге мен Анар Қыдырбекқызы, түрлі түсті өмір парақшасында. 2025 жылы қалай Каспиде пайдаға қалуға болады, табысты болуға болады, демпингқа ұшырамауға болады деген тақырыппен келді. Мен осыны сіздерге 5 тәсіл бар деп айтып кеткім келеді. Бірінші тәсіл ол анализ. Анализ жасау барлық бизнесте де маңызды, анализ жасаудың түрі бар. Яғни неше түрлі анализ жасау түрі бар. Анализдің өзі бір видео шығатындай ауқымды тақырып. Целевой аудиторияны табу деген сияқты, нишанды табу, олардың конкуренттерге анализ жасау, әртүрлі анализдардың түрі бар. Мен сіздерге Каспидің ішіндегі ең қарапайым анализ түрімен 2-3 минуттық видеомен бөлісіп өтемін қазір. Бұл ең қарапайым түрі, басқа да анализдің түрлері көп, бірақ осыны хотя бы жасай алсаңыздар, онда сіздер бір пайдада қаласыздар. Бұл қарапайым анализ Каспи магазиннің ішіндегі өзіндегі анализ жасау түрі. Ол үшін сіздің сатқыңыз келетін бірінші нишаны таңдағаннан кейін осы жерге жазасыз. Мысалға, сіз не сатуыңыз мүмкін? Бір слюнявщик деп айтайық. Сіздер слюнявщик сату үшін міне осы жерге кіріп қарайсыздар. Міне 517 отзывы бар екен, өте көп сатылып жатыр. Осыға кіріп кетсеңіздер болады, бірақ мен оны ұсынбаймын, өйткені бұл жерде нақты бір 100 продавецтей бар. Тем более мына жерде 300 теңгемен, маржамен ойнама қою керек. Яғни 100 заказ күніне түссе де, сізге әрқайсынан 10 теңге пайда деген болмай қалады. Одан да жақсы көлемді зат. Ол үшін бірінші, екінші, үшінші парақшаға барып көріп келсеңіздер де болады, ерінбей. Мысалға, мен мынаны көріп тұрмын, 2000 теңгеден екен. Мен бірінші не істеймін? Бұны суретте скриндап аламын да 16.88-ге барамын, бағасын салыстырамын. 2000 теңге сат алуым үшін 16.88-де примерно ол 700 теңгедей болу керек. Өткені келген кезде доставкасы бар, оған мен 200-300 теңге төлесем 1000 теңге болады. 1000 теңгенің үстіне 1000 теңге қосып сатпаймыз, әрине, ол жерде проценті бар. Сол кезде менде қалатын 500 теңге болады. Сол 500 теңге қалу керек. Ал мұнда продавецтерге де қараймыз. Мұнда 10-13 продавец бар екен. Бұл жерде сіздің ерекшеленетініңіз, ол экспресс доставкамен ерекшелене аласыз. Экспресс доставкамен сәл жоғары баға қойға болады, өйткені адамдар асығып іздеген кезде 2000 емес, 2200 болса да 200 теңгеге қарамай ала береді. Осылай әртүрлі өзіңіздің қалаған затыңызға анализ жасауға болады. Бастысы жақсы маржада ұстап қала алу, және де өте көп продавец болмауы. Одан кейін қаншалықты көп отзывы бола берсін, ол түсіріп тастаған баға болатын болса да, оған кіруге не стоит. Мына жердегі Каспи магазинінің категорияларының барлығынан осылай өз категорияңызды іздеп, кішігірім анализ жасап шығуға болады. Осы көргендеріңіздей қарапайым анализ түрін үйреніп алсаңыздар, сіздер пайдада қалуға және де өздеріңіздің маржаларыңызды есептей алуға оңай бола түседі, және одан кейін де басқа анализ түрлеріне де көшесіздер. Одан кейін басқа Wildberries'ті 16.88-дің өзін ішінен анализ жасап, новый нишалар тауып, новый заттар табуларыңызға да мүмкіндік туады. Каспиде пайдада қалудың тағы екінші тәсілі ол уникальность, яғни уникальный товар ұсыну, немесе аналог товары дейміз. Жаңағы хит болып жатқан товардың, өте күшті продажасы болып жатқан товардың екінші вариантын алып келу. Екінші, мысалға, ол көк түсте болса, сіздер жасыл түсін, қызыл түсін деген секілді, немесе үлкен көлемде болатын болса, оның кішкентай көлемін алып келуге болады. Ал уникальностьқа келетін болсақ, юник дейміз ғой, ерекше, тек қана сізде бар, уникальный бір ғана товар да, сізден ғана алады да адамдар оны. Сол товарды күшті өтіп жатқан, жаңағы тапқан, анализ жасап тапқан товарыңызды просто келе салу емес, оны уникальный етіп ұсынуға болады. Оны былай жасауға болады. Бір түрі, сіздер, мысалға, органайзер сатқыларыңыз келсе, ол өте хит жақсы сатылып жатырған болса, сіздер оны бір түрін алып келіп, жанына кішкентай түрін ұсынсаңыздар болады. Яғни комплектте екеу болады.
мынаны және мынаны екеуін бірге аласыздар деген секілді. Одан кейін тағы да қалай уникальный етуге, екінші тәсіл, Қытай сіздердің қолдарыңызда, оңай, сіздер Қытайдан заказ бере алатын болсаңыздар, онда сразу Қытайдан әдемі нәрселер жасатып әкелу. Мысалға термос болатын болса, термостың сыртына шай ішейік, табиғатқа шығайық деген сияқты ерекше жазулармен, наклейкалармен жабыстырып алып келуге болады. Оны солай уникальный етуге болады. Яғни кәдімгі қарапайым термосты сіз өзіңіз бір уникальный етіп, ерекше қылып, сіз ғана сата алатындай қылып жасап жатырсыз. Тағы да қалай уникальный етуге болады? Қазір алдымызда әзірге ол бір айға ғана жарайтын нәрсе. Қытайдың қыс жаңа жылы келе жатыр. Сол үшін олар демалысқа кетеді. Ал сіздер бір товардан алып алсаңыздар, сізде ғана болуы мүмкін. Яғни басқалар оны әлі зерттемеген, кірмеген ниша болатын болса, сіздер одан көп қылып алып алсаңыздар, бір ай сіздер ғана сатып отыруға мүмкіндік бар. Бұны да сіздерге айта кетейін дедім. Осы жылы Каспиде пайдада қалудың үшінші тәсілі ол бағаны дұрыс есептеу. Бұл бізде қазір өте актуальный тақырып, өйткені біздің Каспи селлерлар баға есептей алмайды және минусқа кетіп жатыр, немесе 100 теңге, 200 теңге ғана пайда көріп жатыр десек болады. Бұл қателікті жасамас үшін сіздер де дұрыс баға есептей алуларыңыз керек. Ең бірінші есептейтін нәрсе ол сіздің Қытайдағы затты сатып алатын дұрыс курс қою. 76 болуы мүмкін, 77 болуы мүмкін. Одан кейін Қытайдың ішіндегі доставка бар. Одан кейін Қытайдан Қазақстанға дейінгі доставка бар. Одан кейін Қазақстанның ішіне келгеннен кейін Алматыдан складыңызға, немесе Алматыдан Астана қаласына дейін әкелетін доставкаңыз бар. Одан кейін келді зат, сіз оны Каспиге салдыңыз. Енді Каспиде оны жіберетін кезде ең көп адам есептемейтіні упаковка. Сіз затты орайсыз, ол почта пакетін сатып аласыз, 40 теңге, 50 теңге, 100 теңге. Одан кейін оның сыртына жабыстыратын скотч болуы мүмкін, самоклеющий болуы мүмкін. Оның барлығы ақша тұрады. Яғни оларды да есептеуіңіз керек. Одан кейін Каспидің 12% бар. Барлық заттарға 12 қазір өзгерді. Одан кейін кейбір заттар бар, енді 7% болатын. Дәрілер болу керек, по-моему. Енді одан кейін Каспи Pay қолданған үшін 1% төлейміз. Сонда 13% бірге есептесеңіз. Одан кейін доставка, егер 5000-нан товарыңыз асып жатса, доставкаға ақша төлейсіз. 800 теңге, 1500 теңге болуы мүмкін. Одан кейін келесі тағы да төлейтін затыңыз ол Каспи Pay'ге ай сайынғы төлейтін ақшаңыз бар. Одан кейін ай сайынғы төлейтін пенсионкамыз бар. Одан кейін 6 ай сайын төлейтін 3% налогымыз бар. Осының барлығын есептеу керек. Осының барлығын қарапайым дәптермен ручка алып та есептей алсаңыздар өте күшті. Ал бірақ бұл үшін арнайы программалар бар, оны қолдансаңыз болады, болмаса ең қарапайым Excel'ге салып көрсеңіздер де болады. Сол кезде сіздерде маржа қалып жатыр ма? Біз бірге бір емес, біз 30% маржа көрсек, өте қатты қуанамыз. 30-37% маржа біз үшін ең үлкен маржа болып табылады. Баға есептей алу осы. Ал енді осы баға есептеуге қандай әсер ете аламыз десеңіздер, мен сіздерге екі тәсіл айтайын. Яғни Қытайдан сатып алып жатқан кезде 16-8-дегі продавецтермен, заводтармен сөйлесуге болады. Сәлеметсіз бе, қытайша аударып аласыздар переводчикқа. Мен бұл заттан 50 штук, 100 штук алатын едім. Сол себепті маған түсіріп бере аласыз ба? Бұндай кезде қытайлықтар өте жақсы сөйлеседі. Бос деген сөздерді қолдансаңыздар күшті болады. Немесе Қытайдың ішіндегі доставкасын тегін жасап бересіз ба? Оның өзі біраз ақша, 10 юань болуы мүмкін, 20-30 юань доставка Қытайдың ішіндегі сіздің складыңызға дейін апарып беретін заттың, осыны көбісі тоже есептемей кетеді. Осының өзіне скидка жасап берсе, сізге өте керемет болады. Ал келесі тағы ақша қай жерде үнемдей аламыз десеңіздер, ол Қытай карголарын. Біріңізге жаңалық болмаса да, біріңіз білмейтін шығарсыздар, Қытай карголарын қолдансаңыздар, сіздерге пайдалы болады, выгодны болады. $2,5 алдырып жүрмін мен қазір Қытай каргосымен, ал Қазақстан карголары $3.8-4 әкеліп жатқан білем. Оны мен өздеріңіздің үйге беруге, Пиндодадан заказ беруге ыңғайлы, ал зат сатуға
Қытай карголарын қолдансаңыздар жақсы болады. Олардың минимальный 15-20 килограммнан бастап заказ қабылдайды. Осы екі Қытай продавецтермен сөйлесу және Қытай каргосын қолдану арқылы сіздер ақша үнемдеп жақсырақ маржаға сатуға болады. Пайдада қалудың осы жақсы бір жолы. Енді пайдада қалудың төртінші жолы ол өз брендіңізді қалыптастыру. 2025 жылы барлығыңыз товарный знактарыңызды алып, өз брендтеріңізді қалыптастырыңыздар деп тілеймін. Бұл дегеніміз товарный знакқа тапсырып қойып 7-8 ай күтіп жүру емес, 7-8 ай бойы өз брендіңізді қалыптастыру. Мысалға, мен Сәлем Балапан үшін не істеп жатырмын? Әзірге ең жақсы максимально жасағандарым ол Сәлем Балапан пакетін жасаттым, Сәлем Балапан органайзерларын жасатып жатырмын деген секілді. Сіздер де өз брендтеріңізге тапсырып қойып, 7-8 ай бойы мен өз брендіммен не істесем болады? Бағанағы уникальность қалып келсеңіз болады. Яғни сізде ғана бар ол товар. Біздің Қазақстандағы ең атақты бренд ол Қазақ Репаблик, қазіргі шыққан ең тез дамып кеткен. Сол секілді сіздер де өздеріңіз кішкентай балаларға сатасыз ба, кухняға заттар сатасыз ба, әлде ваннаға заттар сатасыз ба, соның бәрін брендтесеңіздер болады. Қытайдың өзі сіздерге күшті мүмкіндік. Қытайдағы продавецтермен сөйлесіп, бұл лого бастырып, мысалға бағанағы термос мысалын келтірдім, одан кейін футболкалардың алдарына жақсы жаздырып әкелсеңіздер болады, неше түрлі жазулар, немесе осында Қазақстанда да наклейкалар, футболкаға, киімге жабыстыратын наклейкалар өндіріп жатыр. Олардан да сатып алып, Қытайдан көп футболка алып келіп, өздеріңіздің брендтеріңізді қалыптастыруға болады. Шайник алып келсеңіздер болады, өздерінің брендтеріңіздің аттарын жазып, ыдыстар, ойыншықтар деген секілді кітаптар шығартсаңыз болады өз брендіңізбен. Өз брендіңізбен жасай алатын көп мүмкіндік бар. Одан кейін оны товарный знакпен алып, жауып қойсаңыздар, өте күшті болады. Басқа адамдар сата алмайды, тек қана сіздер сатасыздар. Бір жағынан өзіңіздің брендіңізді қалыптастырып жатсыз, бәлкім бүкіл Қазақстан танитын брендке айналады. Пайдада қалудың 5-ші тәсілі ол жоғарғы сервис ұсыну. Бізде Каспи селлерлерда да ең осы ақсап жатқан нәрсеміз ол осы жоғарғы сервисті ұсына алмай жатырмыз. Жоғарғы сервис дегенге не кіруі мүмкін? Бірінші айта кететінім ол біздің Каспидің өзінің ұсынып отқан Каспи экспресс доставкасы. Ол өте күшті жоғарғы сервистің бірі. Яғни 3 сағатта сіз қолыңызға затыңызды ала алу. Ол өте күшті мүмкіндік. Мен өзім өте көп қолданамын ол сервиспен. Біреу келе жатыр қонаққа барар жатырсыз, аяқ астынан сыйлық керек болып қалды, туған күн ұйымдастырып жатсыңыз, немесе сондай түрлі үйіңізге ремонт жасап жатсыз, бір зат керек болды деген секілді. Сол үшін жоғарғы сервис адамдарға не? Егер сіздің қалаңызда Каспи экспресс доставкасы болатын болса, оны міндетті түрде қосып алыңыздар, ол сіздерге өте көп пайда келеді. Менің 30-40%-ке саудам артты десем болады осы Каспи экспресстің арқасында. Одан кейін жоғары сервиске тағы не болады? Адамдарға құндылық сату, эмоция сату. Тек қана затты емес, құндылық, эмоция, оны көрген кезде адам қуану керек. Сіздің затыңыз адамға қуаныш, эмоция сыйлайтын болса, әрине сізге керемет отзывтар келеді, заттарыңыз да өте береді. Оны қалай жасауға болады? Өзіңіз упаковканы ашқан кезде қалай қуанар едіңіз? Бәлкім бір открытка жазып жібересіз, бәлкім кішігірім сыйлық, маржаңызға асып кетпейтін кішігірім сыйлық болуы мүмкін. Мысалға, шайник сатсаңыз, соған байланысты кішкентай ыдыс сүртетін тряпкалар болуы мүмкін, ыдыс жуатындар болуы мүмкін, люфалар болуы мүмкін. Тағы да жоғары сервисқа доставка, яғни экспресс доставка туралы айтып өттік. Енді өзіңіз қалада жасайтын доставка. Бізде Алматыда қалада доставка жасау қиынырақ, өйткені өте көп пробка болады. Бір күнде біз оның бәрін үлгермеуіміз мүмкін. Кейде қаланың ана басынан түсіп қалады. Ал егер сіздер шағын қалада болатын болсаңыздар, ол өте күшті мүмкіндік. Сіздер қаланың ішінде тез доставка жасауыңызға болады. Минусы сол қаланың сыртынан түсіп қалуы мүмкін заказ, ол кезде қиынырақ болады. Өздеріңіз апарып берсеңіздер, доставка ақшасы өздеріңізде қалады бір жағынан адамдарға бүгін доставка болады деген ой өте қатты қуантады. Сол үшін басқа продавецтердің ішінен сізді таңдауы мүмкін. Жоғарғы сервис туралы айтатыным осы.
Қысқа да нұсқа бір не істеп жасайық. Бірінші әдемі анализ жасаймыз. Одан кейін анализімізге байланысты уникальный товар алып келеміз. Уникальный товардан жақсылап бағасын есептейміз, маржасын есептейміз, пайдадағы алудың жолын қарастырамыз. Одан кейін брендімізді қалыптастырамыз, сосын оны адамдарға жоғарғы сервиспен ұсынамыз. Ол әдемі тезірек доставка болуы мүмкін, әдемі упаковка болуы мүмкін, әдемі открытка болуы мүмкін деген секілді. Барлықтарыңызға 2025 жылы табысты болуды, ақшаларыңыз көп болуды тілеймін. Егер де видео сіздерге пайдалы болған болса, төменге лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Комментарийда сіздерді күтем. Келесіде қандай видео салайын, немесе сұрақтарыңыз бар болса, жазып кетіңіздер. Сау!